Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мен Майра. Бүгін сіздермен осындай керемет ауызда еритін жылауық тортын дайындайтын боламыз. Осы видеоның соңына дейін көріп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Керек заттың бәрін осы видеоның астына жазып қоямын. Ең алғаш бізге керегі осы бәлішіміздің сыртқы қамырын дайындайтын боламыз. Електен өткен ұнымызды ыдысымызға салып, үстіне нан қопсытқышты саламыз және ванилин қантын салып араластырып, одан кейін қантымызды саламыз үстіне. Араластырғаннан кейін үстіне майымызды салып, одан кейін жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, әдемі болады, бірақ қолға жабыспайды ол қамыр. Ұнды көп салып жібермеңіздер. Қамырымыз қатты болып қалады піскен кезде. Қазір видеода көрсетемін жұмсақтығын. Осы кезде қазір үстіне бір жұмыртқаны салып қамыр илейміз. Осындай кішкене шұңқырлау жасап алыңыздар. Үстіне бір жұмыртқаны жарып салып, менде отборный жұмыртқа. Жұмсақ қамыр илейміз, осының бәрін араластырып. Жұмсақ болғанда қолға ешқандай жабыспайды бұл қамыр. Өзі жаңағындай песочный қамыр болғандықтан өте жұмсақ қамыр болады. Міне видеода көрсетілгендей. Осыны енді салафанымызға салып, холодильникке жібереміз. Бір 15-20 минутқа. Оның аралығында біз салмасын дайындайтын боламыз, начинкасын. Біз оны творог керек, осындай сүзбе, қазақша. Осы творогымызды блендердан қаймақ екеуін қосып араластырып алсақ болады. Қантымыз салып, мен осы електен өткізіп аламын творогымды, сүзбемді. Міне осылай саламын. Қасықпен осылай езгілей отыра өткізіп аламын. Сіздер блендерға салып, осы творогты және қантыңызды, қаймағыңызды салып араластырып алсаңыз болады. Және жаңа жұмыртқан сарысын ғана салып, ағын бөлек алып қоямыз. Мен осылай електен өткізіп аламын творогты, себебі маған осылай ыңғайлы. Және піскен кезде өте нәзік болып піседі бәлішіміз. Міне бәрін осылай өткіземіз. Қазір көресіздер қандай әдемі болып өткен. Қараңыздар. Осындай нәзік. Менде байқап тұрсаңыздар, творогым сүзбем құп-құрғақ сүзбе. Егер сіздердікі кішкене сулы болса, сіздердікі кішкене сулы салма болып шығады. Енді 3 жұмыртқамызды ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына сарысы кетіп қалмау керек. Ағын бөлек құрғақ ыдысымызға бөліп аламыз. Сарысын осы қаймағымыздың үстіне саламыз. Енді қантымызды саламыз. Сіздер қатты тәтті болсын десеңіздер, кішкене көбірек салсаңыздар болады. Мен 4 ас қасық қант салдым. Енді осын жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде сары, уызы, жұмыртқаның үшеу, қант және қаймақ. Осыны жақсылап араластырамыз. Осы сұйықтықты жаңағы електен өткізілген творогымызға саламыз, құямыз. Енді манная крупа деп аталады. Соны үстіне салып, бір келкі массада болғанша араластырамыз. Міне осылай. Менікі тағы да айта кетейін. Міне құп-құрғақ болып тұр. Осындай кішкене қоюлау менің салмам. Сіздердікі мүмкін кішкене сулы болуы мүмкін, әбден мүмкін. Себебі блендерға жаңаға салып араластырып алсаңыздар. Енді қамырымызды аламыз, қолымызбен осылай ыдысымыздың ішіне орналастырып шығамыз. Астына пергамент қағазын міндетті түрде салыңыздар. Осындай бортик жасаймыз. Міне осылай салмамызды салған кезде сыртына ағып кетпейтіндей. Осының ішіне енді салмамызды орналастырамыз. Менде салмам өте жаңағындай қою салма болып дайындалды міне. Енді осыны алып пешімізге жібереміз. Сып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Осы пісіп жатқан кезде, пеште пісіп атқан кезде біз жаңағы бетіне суфле деп аталады, ақ уызынан жасалатын. Соны дайындай береміз. Міне жаңағы алып қалған 3 ақ уызымызды жақсылап қантымызбен араластырып аламыз. Әппақ көбік болғанша араластыруды тоқтатпаймыз.
осылай араластыра берсеңіздер, миксерлей берсеңіздер, ақ көбікке айналады. Содан кейін осы табамызды төңкерген кезде ішіндегі жаңағы араластырып ақ көбікке айналдырғанымыз төгілмейтіндей болу керек. Қазір көрсетемін. Табамды төңкеріп, міне қараңыздар, осындай аппақ көбік болды. Енді төңкердім, ешқандай төгіліп түскен жоқ. Жаңағы пеште піскен бәлішімізді аламыздағы пирогымызды үстіне осы меренгамызды құямыз. Суфле деп қояды. Осыны қасығымызбен түзеп, барлық жағына жайып шығамыз. Одан кейін жаңағы пешімізге, ысып тұрған пешімізге 15 минутқа салып аламыз 180 градуста. Бірақ қарап тұрыңыздар, беті тез пісіп кетеді, күйіп кетуі де әбден мүмкін. Бақылап тұрыңыздар. Міне осындай болып піседі. Осыны бетін бір тарелкамен, қақпақпен жауып қойыңыздар. Сол кезде бетінде осындай жылауықтар пайда болады. Капелькалар, қараңыздар, осындай әдемі капелькалар пайда болады. Сол үшін жылауық деп атап қойған осының атын. Енді қараңыздар, ішкі дүниесін көресіздер қазір. Қараңыздар, ортасындағы қамыры да, творогы да, үстіне суфлесі де бәрі енді идеально піскен. Ешқандай қиындық туғызбайды жасап атқан кезде. Осыны жасап көріңіз, отбасыларыңызды қуантыңыз. Бүгін ауызашарға. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.